Сіз ешқашан шақырудан бас тартып кінәлі сезінген бе едіңіз? Барлығы барады, барлығы көңіл көтереді. Ал сіз диванды, тыныштықты, өзіңізді таңдайсыз. Ал әлем сізге өмірді жіберіп алғаныңызды сыбырлайды. Бірақ егер мен сізге бұл өтірік десем ше, үйде қалатындар әлемнен жасырынбайды. Олар біледі, үй бұл қашу емес. Бұл олардың зертханасы, бекінісі, күш қуатының қайнар көзі. Бүгін сіз олардың құпиясын білесіз. Барлығы айқайлағанда неге тыныштықты таңдайтынын түсінесіз. Барлығы бетінде сырғып жүргенде тереңдікті таңдайтынын түсінесіз. Және мүмкін сіз өзіңізді танисыз. Себебі егер сіз мұнда болсаңыз, демек сіз бұны бұрын сезінгенсіз. Шудан шаршауды, шынайылыққа деген ашығуды. Келесі 8 минутта мен сізге үйде отырғанды ұнататындардың психологиясын көрсетемін. Және сіз жалғыздықты ешқашан бұрынғыдай қабылдамайсыз. Дайынсыз ба? Онда есікті жабыңыз. Сізден лайт, каналға тіркел, кеттік. Кешкі ойлаңыз. Адам кешкі ойыннан бас тартады. Кездесуден, барлығы күліп, ішіп отырған шулы бардан. Ол үйде қалады. Ал сіз оны ерекше, жалғыз, өмірді жіберіп алған деп ойлайсыз. Бірақ егер сіз интроверттер мен үйден шықпайтындар туралы білетін барлық нәрсе өтірік болса ше? Егер олардың миы сіз байқамайтын нәрсені көретіндей етіп құрған болса ше? Бүгін сіз үйде отырғанды ұнататын адамдардың психологиясы туралы шындықты білесіз. Және бұл шындық, күш, жалғыздық және шынайы еркіндік туралы түсінігіңізді өзгертеді. Әлем сізге айқайлайды. Шығыңыз, араласыңыз, көрініңіз. Әлеуметтік желілер диктатура жасайды. Егер сіз кеште болмасаңыз, сіз жеңілгенсіз. Қоғам құрды. Бақыт тең көпшілікке тең. Табыс тең байланыстарға тең. Жалғыздық тең әлсіздікке тең. Бірақ міне жұмбақ. Ең терең ойшылдар, жасампаздар, данышпандар неге жиі жабық адамдар болған? Себебі олардың миы басқаша жұмыс істейді. Ғылым мұны жүйке жүйесінің жоғары сезімталдығы деп атайды. Олардың миы ақпаратты тереңірек өңдейді. Әр дыбыс, әр сөз, бөлмедегі әр эмоция. Сіз үшін кеш бұл ойын сауық. Олар үшін бұл шамадан тыс жүктеме. Олардың санасы губка сияқты, бәрін сіңіреді. Және бұл шаршатады. Сондықтан үй бұл қашу емес. Бұл олардың зарядтау станциясы. Ми дем алатын орын. Бірінші түйін. Мидың энергия экономикасы. Сіз 1 сағаттық әңгімеден кейін жай ғана үнсіз қалғыңыз келгенін сезінген бе едіңіз? Бұл ерекшелік емес, бұл биология. Экстраверттер сыртқы ынталандырулардан дофамин алады. Әңгімелер, қозғалыстар, жаңа беттер. Олардың миы бұған ұмтылады. Интроверттер іштен дофамин алады. Ойлану, терең әңгімелер, шығармашылық. Олардың миы тірі сезіну үшін сыртқы шуды қажет етпейді. Зерттеулер көрсетеді. Интроверттерде префронтальды қабық, жоспарлау және терең ойлау аймағы белсендірек. Олар әлемнен қорықпайды. Олар оны басқаша өңдейді. Және міне, маңыздысы, жалғыздық олар үшін бос емес. Бұл өсу үшін кеңістік. Екінші түйін. Уытты шудан қорғау. Әлем тыңдамай сөйлейтін адамдарға толы. Бар, бірақ сезінбейтін адамдар. Тыныштықты бос сөздермен толтыратын адамдар. Үйде болуды ұнататын адамдар мұны көруді үйренді. Олар жасандылықты қашықтықтан сезеді. Олар үшін беткі әңгімелер бұл байланыс емес. Бұл өмірді ысырап ету. Сондықтан олар тыныштықты таңдайды. Қорқыныштан емес, өз уақытына деген құрметтен. Бұл антиәлеуметтік емес. Бұл қарым-қатынас сапасының жоғары стандарты. Олар 10 бос кездесуден гөрі бір терең әңгімені артық көреді. 10 таныс адамнан гөрі бір шынайы дос. Білесіз бе, психология растайды. Керең байланыстар бізді кең байланыс желісінен гөрі бақыттырақ етеді. Олар таңдайтын жалғыздық бұл сүзгі. Сананы хаостан қорғау. Үшінші түйін. Ішкі әлем ғалам сияқты. Сіз сырттан әсер іздеп жүргенде, олар іште әлемдерді құрады. Олардың қиялы бұл кинотеатр. Олардың ойлары бұл кітапхана.
Олардың эмоциялары бұл мұхит. Үй олар үшін бұл тор емес, бұл шеберхана. Олар жасайтын орын. Суретшілер, жазушылар, бағдарламашылар, философтар. Олардың көбісі үйде отыратындар. Себебі шығармашылық тыныштықты қажет етеді. Нейробиология түсіндіреді. Тыныштық күйінде ми пассивті режим желісін белсендіреді. ДМЖ. Бұл ештеңе істемейтін режим, бірақ ми идеялар тудырады, естеліктерді байланыстырады, мәселелерді шешеді. Жалғыздық бұл жалықтыру емес, бұл данышпандықтың инкубаторы. Олар құпияны біледі. Ең қуатты трансформациялар тыныштықта болады. 4-ші түйін. Әлеуметтік қысымнан босану. Қоғам сізді жалғыздық қорқынышы арқылы манипуляциялайды. Ол сыбырлайды. Егер сіз жалғыз болсаңыз, сіз сәтсізсіз. Және сіз қашасыз. Сізге қажет емес кездесулерге, сізді түсінбейтін адамдарға, сіз жалықтыратын жерлерге. Тек жалғыз болмау үшін. Үйді ұнататын адамдар бұл тізбекті үзіп тастады. Олар түсінді. Көпшіліктің пікірі олардың құндылығын анықтамайды. Бұл эгоизм емес, бұл өзін өзі растау. Олар өздерін таңдады. Өз ырғағын, өз энергиясын. Және бұл үлкен ішкі күшті қажет етеді. Себебі әлем соттайды. Оларды ерекше деп атайды, жалықты, антиәлеуметтік деп атайды. Бірақ олар біледі, шынайы еркіндік басталады, сіз кім екеніңізді ақтауды тоқтатқанда. 5-ші түйін. Кереңдік ендікке қарағанда. Сіз 1000 адамды білуіңіз мүмкін. Бірақ білу, сезіну дегенді білдірмейді. Үйде отыратындар түсінеді. Байланыс санымен емес, қарқындылығымен өлшенеді. Олар бір адаммен бүкіл кешті өткізе алады, және көбірек сезіне алады. Сіз бір ай әлеуметтік кештерде сезінгеннен артық. Себебі олар бар. Толығымен. Маскасыз, рөлсіз. Бұл әлемде сирек кездеседі. Онда барлығы мен жақсымын деп ойнайды. Бақыт туралы зерттеулер көрсетеді, қарым-қатынас сапасы өмірге қанағаттанудың басты болжамы. Достардың саны емес, лайктардың саны емес, сапа. Ал үйде отыратындар мұны инстинкт деңгейінде біледі. Олар желі құрмайды. Олар бірнеше, бірақ шынайы байланыстардан бекініс құрады. Енді мұқият тыңдаңыз. Бұл дегенді білдірмейді, барлығы жабық адам болуы керек. Бұл дегенді тыныштықты таңдайтындарды соттауды тоқтату. Олардың жолы нашар емес. Ол басқаша. Экстраверттер өздерін әлемде табады. Интроверттер әлемді өздерінде табады. Екі жолда бір нәрсеге апарады. Сіз кім екеніңізді түсінуге. Бірақ сіз үшін маңыздысы міне, кім болғаныңызға қарамастан. Жалғыздықты бағалауды үйреніңіз. Жаза ретінде емес, сыйлық ретінде. Тыныштықта сіз ішкі даусыңызды естисіз. Шындықты білетін дауыс, қорықпайтын дауыс, сізді жетелейтін дауыс. Көптеген адамдар бұл дауыстан қорқады. Сондықтан олар оны шумен, көпшілікпен, алкогольмен, лентаны үздіксіз айналдырумен басады. Бірақ үйді ұнататындар біледі. Бұл дауыста сіздің күшіңіз бар. Олар өмірден жасырынбайды. Олар оны саналы түрде өмір сүреді. Есіңізде болсын, танымалдылық құндылыққа тең емес. Көріну маңыздылыққа тең емес. Сіз назарда бола аласыз және бос сезіне аласыз. Сіз жалғыз бола аласыз және толық сезіне аласыз. Үйде отырғанды ұнататын адамдардың психологиясы бұл таңдау психологиясы. Өздерін күтулерден жоғары қою. Шуға қарағанда тыныштық, беткеге қарағанда тереңдік. Бұл әлсіздік емес, бұл өмірдің шеберлігі. Егер сен бір кездері сезінсең, әлем тым шулы, тым жылдам, тым жалған болып көрінсе, біл, сен сынбағансың. Сен тек басқа жиілікке орнатылғансың. Әсерлер емес, мағына маңызды болатын жиілік. Маскалар емес, шындық. Сан емес, сапа. Сондықтан келесі жолы адамды көргенде кешкі ойыннан үйге кетуді таңдаған, оған аяныш білдірме. Мүмкін ол көпшіліктің ешқашан түсінбейтінін түсінген шығар. Нағыз өмір шулы жерде емес. Ол сен өзіңді тірі сезінетін жерде. Ал кейде бұл жер сенің үйің, сенің тыныштығың, сенің күшің. Құрметті көрермендерім,
Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.